Қайырлы күн достар, мен есім Балжан. Бүгін сіздермен өте дәмді шығатын икраның рецептімен бөлісемін. Ол үшін бізге помидор, сәбіз, болгарский, пияз, чеснок және дәмдеуіштер қажет болады. Барлығын осылай майлап турап алдым. Сәбізді теркадан өткіздім. Ал енді қазанымызға майымызды құямыз. Содан кейін қызғаннан кейін барып пиязымызды салып, қызарғанша қуырып аламыз. Пиязымыз қызарғаннан кейін оның үстіне кубиктап туралған болгарскийді салып, тағы да 10 минуттай қуырамыз. Болгарскийді қуырып алғаннан соң сәбізімізді салып, тағы да 10 минуттай қуырып аламыз. Сәбізіміз қуырып болғаннан соң оның үстіне туралған помидор мен чесногымызды салып, тағы да қуырып аламыз. Помидорымызды қуырып болғаннан соң дәміне қарай тұз, қара бұрыш, чеснок, лавр жапырағы және де укроп қосасыздар. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Барлық дәмдеуіштерді қосып болғаннан соң тағы да араластырамыз да 10-15 минуттай қуырамыз. Бізде помидорлар өздері езіліп суы шығады. Егер де суы көптеу болсын десеңіздер, онда үстіне 1-2 пиаладай су құйып жіберсеңіздер болады. Мен 1 бокал су құйдым. Суымызды құйып болғаннан соң икраның отын пәсейтеміз де бетін жауып 10-15 минутқа тағы да қалдырамыз. Өте дәмді болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Ал ас болсын. Менің отбасыма өте қатты ұнады. Менің каналыма тіркеліп алыңыздар.